Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 72-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Бәсіре. 6 жасар аңсар атасымен қонаққа келді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Аңсар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды аңсарға көрсетті. Мынау қарақасқа құнан, менің бәсірем. Кел мін деді. Мен бұрын атқа мініп көргенім жоқ, деді аңсар. Онда маған мінгесіп ал, деді. Ол қарақасқаны тасқа жақына келді. Бекжан аңсарды құнанға мінгізді. Әдібай табылды. Бәсіре дегеніміз ол балаға берілетін құлын немесе бота. Құнан дегеніміз 2 жасар жылқыны айтады екенбіз балалар. Келесі сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы айтылған? Аңсар қайда келді? Ол кіммен ойнады? Бәсіре дегенді қалай түсінесің? Мәтіннен сөйлем ішінде бас әріптен басталып жазылған сөздерді тап. Олар неліктен бас әріппен жазылған? Мәтінде адамның есімдері, жылқының аты бас әріппен жазылған екен, иә? Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Мойнақ, Байшұбар. Осы ережені жаттап аламыз балалар. Балалар біз өткен сабақтарда өткендей, ең бірінші адамның есімі, жер судың аты, енді үй хайуанаттары мен жануарларға қойылған атта бас әріптен басталып жазылатынын білдік, иә? Жақсы, келесі екінші жаттығу жаңылтпашты тыңдап көркем жаз. Айбар тай бақты, Мойнақ қой бақты. Көркем жазамыз балалар. Үшінші жаттығу суретке қара, жануарлардың аты қандай әріптен басталып жазылған? Бірінші, бұл құлагер, бұл сырттан, бұл аймүйіз. Жануарлардың аты бас әріптен басталып жазылып тұр екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға жазылып алыңдар.